Құрметті әріптестер, сіздерді мынау бүгінгі төл мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Бұл қолына қалам ұстаған бүкіл қаламгерлердің төл мерекесі деп айтуға әбден негіз бар. Сондықтан мынау қаламдарыңыз қарымды, қадамдарыңыз адамды болсын деп тілеймін. Мынау жазған шығармаларыңыз тарихтың қойнауында қалсын деген ізгі тілегім бар. Қазір қазақ журналистикасы өсіп, өркендеу, даму үстінде деп айтуға толық негіз бар. Себебі тәуелсіздік алған жылдарғы мен қазіргі журналистиканы салыстырып қарасаңыз, арасы жер мен көктей. Мұны қазір біздің газет журналдар да, сайттар да, әлеуметтік желілеріміз де, телеарналар көбейіп, радиолар, тағы да басқа бұқаралық ақпарат құралдары көбейіп келе жатыр. Саны жағынан да, сапасы жағынан да жақсарып келе жатыр. Осы жағына келгенде біз ауыз толтырып мақтанатындай халдеміз деп айтуға болады. Сондықтан алдағы уақытта да сіздерді осы айдында, ақпарат айдынында әлде елге, халыққа, қоғамға белсенді араласып, оларға ең қажетті дүниелермен, яғни таза да сапалы ақпараттармен қамтамасыз етуде сіздерді сондай жетістіктерге жетуге тілектеспін. Жазарларыңыз көбейсін. Тек осындай жақсы, жағымды жаңалықтармен Алла бізді жолықтырып отырсын.